Сәлем достар, біз сіздермен логарифмдік функция, оның қасиеттер және графигіне арналған тағы да есептер шығарып көрейік. Бұл жерде бізге логарифмдік функцияларды салыстыру берілсін. Яғни бірінші тапсырма, мына екі өрнекті салыстырайық. 2 көбейтілген логарифм 2-ден 1 негіздегі 5-тен 1 және 3 көбейтілген логарифм 8 негіздегі 26 саны берілген. Осы екі санды салыстыруымыз қажет. Алдымен бірінші және екінші санды жеке-жеке ықшамдап алайық. 2 логарифм 2-ден 1 негіздегі 5-тен 1. Бұл жерде 2-ні қалдырамыз. Логарифм 2-ден 1-ді 2-нің -1 дәрежесінде түрінде жазамыз, ал 5-тен 1-ді 5-тің -1 дәрежесінде. Сонда -1 алдына -1 болып түседі, ал -1-ге керсаң -1. Сонда бізде қалады 2 көбейту -1 көбейту -1 көбейту логарифм 2 негіздегі 5. Сонда коэффициенттің бәрі 2-ге тең, 2-ні керісінше логарифм дәрежесіне жіберсек, логарифм 2 негіздегі 5-тің квадраты. Бұл дегеніміз логарифм 2 негіздегі 25-ге тең. Ал екінші санымызды есептейтін болсақ, 3 көбейтілген логарифм 8 негіздегі 26. 8-ді біз жазаламыз 2-нің 3 дәрежесі деп. 2-нің 3 дәрежесі негіздегі 26. Ал негізіндегі 3 дәрежесін біз алдына 3-тен 1 ғып шығарамыз. Сонда 3 көбейту 3-тен 1 логарифм 2 негіздегі 26. Сонда бізде 3 пен 3-тен 1 қысқарады, тек қалады логарифм 2 негіздегі 26. Сонда бізде мына екі ғана санды салыстыру керек. Логарифм 2 негіздегі 25 пен логарифм 2 негіздегі 26-ны. Негіздері бірдей, және ол бірден үлкен. 25 пен 26-ны салыстырсақ, 26 25-тен үлкен болғандықтан логарифм 2 негіздегі 26 саны үлкен. Олай болса, 3 көбейтілген логарифм 8 негіздегі 26 саны үлкен деген сөз. Келесі екінші тапсырманы қарастырайық. Өрнекті ықшамдауға берілсін. Бізде 3-ші дәрежелі түбір астында логарифм квадрат түбір астында 2 негізді және 2 синус пи бөлінген 8-ге тең. Қосылған логарифм квадрат түбір асты 2 негіздегі косинус пи бөлінген 8-ге тең. Осы өрнекті түрлендірейік. Алдымен логарифмнің қасиеті бойынша 3-ші дәрежелі түбір астындағы логарифм квадрат түбір астындағы 2, яғни негіздері бірдей, арасында қосу таңбасы тұрғандықтан біз оны керісінше көбейту таңбасымен жазаламыз. Сонда логарифм квадрат түбір астындағы 2, яғни 2 синус пи бөлінген 8-ді біз көбейте аламыз косинус пи бөлінген 8-ге. Бұл жерде 2 синус пи бөлінген 8 көбейтілген косинус пи бөлінген 8 өрнегін біз түрлендіріп, тригонометриялық функцияның қасиетін қолданып, логарифм квадрат түбір астында 2. Бұл бізде синус 2 көбейтілген пи бөлінген 8-ге тең функцияға тең болады екен. Бұл жерде 2 мен 8 қысқарады. Сонда бізде бұл өрнегіміз 3-ші дәрежелі түбір астындағы логарифм квадрат түбір астындағы синус пи бөлінген 4-ге тең. Ал синус пи бөлінген 4-тегі нақты мәні бар. Нақты мәні қоятын болсақ, 3-ші дәрежелі түбір астында логарифм квадрат түбір астындағы 2, синус пи бөлінген 4-тегі мәні түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең. Олай болса, немесе түбір асты 2 бөлінген 2-ні біз 3-ші дәрежелі түбір астындағы логарифм негізі квадрат түбір астындағы 2, бұл бізде 1 бөлінген түбір асты 2 деп те жазсақ болады. Сонда бізде тең 3-ші дәрежелі түбір астында
логарифм квадрат түбірасындағы 2, ал бізде квадрат түбірасындағы 2-нің -1 дәрежесіне тең. Сонда бізде қалады. Үшінші дәрежелі түбірасында -1-ді логарифмнің алдына коэффициент ретінде шығарамыз. Қалады логарифм квадрат түбірасында 2 және логарифм астындағы өрнегіміз квадрат түбірасындағы 2. Мұна 2 логарифм квадрат түбірасында 2 негіздегі түбірасында 2-нің өзі 1-ге тең. Сонда үшінші дәрежелі түбірасында -1-ге тең. Ал үшінші дәрежелі түбірасы -1-ден -1 шығады. Келесі үшінші есепті қарастырайық. Берілген өрнекті ықшамдау қажет. Берілгені 49-дың дәрежесінде 0,5 негіздегі логарифм 7 негіздегі 9. Азайтылған логарифм 7 негіздегі 6. Және осы өрнекке қосылған 5-тің дәрежесінде минус логарифм квадратта түбірасындағы 5 негіздегі 4 өрнегі. Осы өрнекті ықшамдауымыз қажет. Алдымен 49-ды біз 7-нің квадрат түрінде жазаламыз. Сонда 7-нің 2 дәрежесі, осының бәрі 0,5 логарифм 7 негіздегі 9 минус логарифм 7 негіздегі 6-ға көбейтіледі. Қосылған 5-тің минус логарифм квадрат түбірасында 5-ті 5-тің 2-ден 1 дәрежесі және 4 деп жазаламыз. Сонда бізде 2-ні көбейтіп ашатын болсақ, бірінші теңдігімізде 7, 2-ні 0,5-ге көбейтсек 1 қалады, логарифм 7 негіздегі 9. Және 2-ні көбейтіп ашсақ, минус 2 логарифм 7 негіздегі 6. Қосылған 2-ден 1-ге керсаң 2 болып барады. Сонда минус 5-тің минус 2 дәрежесі логарифм 5 негіздегі 4-ге тең. Бұл жерде алғашқы бірінші өрнекті қарастырамыз. Минус болғандықтан біз оны жерде бөлшекті, керісінше бөлшек пайда болады. Алымында 7-нің логарифм 7 негіздегі 9 болса, бөлімінде 7 2-ні 6-ның дәрежесіне шығарсақ, логарифм 7 негіздегі 36-ға тең. Қосылған 5-тің дәрежесіне минус 2-ні 4-дің дәрежесіне шығарсақ, логарифм 5 негіздегі 4-тің минус 2 дәрежесіне тең. Олай бойынша логарифмдік функция негізгі тепе-теңдік қасиетін қолдансақ, алымынан 9 шығады, бөлімінен 36. Қосылған 5-тің дәрежесінде логарифм 5 негіздегі 4-тің минус 2 дәрежесінен 4-тің минус 2 дәрежесі шығады. Ол бізде 16-дан 1-ге тең. 9 бен 36 9-ға қысқарып 4-тен 1-ге тең. 4-тен 1-ге қосамыз 16-дан 1-ді. Ортақ бөлім беретін болсақ, 4-тен 1-ге қосамыз 16-дан 1-ді. Екеуіне ортақ бөлім 16, 4-тен және 1-ден. 4-ге 1-ді қоссақ 5. Сонда бұл өрнектің мәні 16-дан 5-ге тең. Біз сіздермен қарастырдық логарифмдік функция, оның қасиеттері мен графигін. Келесі кездескенше сау болыңдар.